Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мен Ислам KZ сайтындағы мәліметтерді пайдалана отырып, оразаның шарттары, міндеттемелері мен әдептеріне қатысты түсіндірмені айтып өтейін. Бірінші сұрақ: кімге ораза тұтпауға рұқсат? Алыс жолға шыққан жолаушыға, ораза ұстаса ауру асқынып кететін науқасқа Рамазан айында ораза тұтпаса болады, бірақ кейін қазасын өтейді. Ораза көп зиян тигізбейтін жолаушыға ораза тұту абзал. Жолаушы еліне қайтса немесе науқас айықса, оразаларының қазасын тұтуға тиіс. Екі қабат әйел мен емізулі баласы бар әйелдер өздерінің балаларының денсаулығы үшін қауіптенсе, ораза ұстамауына болады. Бірақ кейін қазасын өтеу парыз. Рамазан айында етеккірі келген әйел мен босанғаннан кейін қан көрген әйел ораза тұтпайды. Өйткені етеккір мен нифас қаны ораза тұтуға кедергі болады. Олар Рамазаннан кейін ораза тұтпаған күндердің қазасын өтеуге тиіс. Екінші, ораза ұстаудың орнына пидия беруге боламы? Рамазанда, одан кейін де ораза тұтуға әл-ауқаты жетпейтін қарт кісілерге, созылмалы дертке шалдыққан науқастарға ораза тұтпай қаза болған әр күнге пидия ретінде бір жарлының бір күндік 2 мезгіл тамағын немесе соның құнын ақшалай беруіне болады. Пидия кедейлерге, тұрмыстық жағдайы төмен адамдарға, халі нашар жандарға үлестіріледі. Ораза ұстаған адамның ауруы, әлсіздік секілді қиындық тудыратын халі уақытша құбылыс болса, қалған күндерін Рамазан айынан кейін толтырып береді. Ал туберкулез, қатерлі ісік, қант диабеті, асқазан жарасы, тыныс және жүрек демікпесі секілді сауығудан күдер үзген ауруға шалдыққан науқастар және жасы үлкен егде адамдар ауыз бекітуге шамасы келмесе, ораза ұстамайды. Мұндай адамдар Рамазан айында ұстамаған оразасы үшін пидия береді. Пидия беруге жағдайы болмаса, төлемнен босатылады. Ол адам Алла тағаладан кешірім тілейді. Алдағы уақытта науқас ауруынан айығып кетсе, оразалардың қазасын өтейді. Үшінші, қайтыс болған адамның орнына ораза ұстауға бола ма? Жоқ, болмайды. Ұстаған ораза марқұмның тірі кезінде ұстамай кеткен оразасының орнын толтырмайды. Алайда әрбір күні үшін пидия беріп тұруыңызға болады. Пидияның мөлшері пітір садақаның мөлшеріне саяды. Тірі кезінде себепсіз ұстамаған күндеріне орай есептеп шыққан соманы марқұмның атынан қаза оразаларының пидиясы ретінде бір мұқтаж адамға беруге болады. Келесі, оразаны не бұзады? Әдейі бір нәрсені ішіп жеу, темекі шегу, дәрі ішу, аузындағы жаңбыр тамшыларын әдейі жұту. Бұл жайлы мына хадисте айтылған. Ораза кірген нәрселерден ғана бұзылады, шыққаннан емес. Әйелімен жақындасу, яғни таң намазынан ақшам намазына дейінгі аралықта аузы берік кезінде жақындасу оразаны бұзады. Себепсіз қорек немесе қоректік қасиеті бар барлық заттарды біле тұра әдейілеп жеу оразаны бұзады. Мұндай жағдайларда каффарат оразасын ұстау қажет. Каффарат деп Рамазан айының оразасын себепсіз біле тұра бұзып жіберсе, 2 ай қатарынан күн салмай ораза ұстау. Оған шамасы келмесе, 60 кедейді тамақтандырып тойғызуды айтады. Келесі, қандай жағдайда ораза бұзылмайды?
Ұмытып ішіп жеу оразаны бұзбайды. Бірақ ұмытқан адам есіне түскен кезде жеуді дереу тоқтатуы керек. Ұйқыдан жүніп болып ояну. Әйелін сүю немесе денесіне қолын тигізуі. Мұндай жағдайларда, егер мәни шықпаса, ораза бұзылмайды. Аузына келген қақырықты жұту. Түкірік немесе мұрынды тарту арқылы бір нәрсенің тамаққа кетуі. Құлаққа су кіру, бұлық ағу. Темекі түтіні немесе топырақ, шаң, ұнның тозаңы, қардың ұшқыны, жауынның тамшылары тамаққа еріксіз кіруі. Еріксіз ауыз толы құсу немесе оның ішке қайта кетуі. Қан алдыру немесе сүлік салдыру. Көзге дәрі тамызу. Тіс жұлдыру оразаға кедергі жасамайды. Бірақ жұлдырған уақытта ауыздағы қанды, дәріні жұтпау шарт. Ауыз бен мұрынға су алып шайқау оразаны бұзбайды. Бірақ тамаққа кетпеуін қадағалау қажет. Жуыну, теңізге, көлге түсу оразаны бұзбайды. Бірақ су жұтып қоюдан сақтануы керек. Келесі. 9 күн ауыз бекіту дұрыс па? Рамазан айының басында 3 күн, ортасында 3 күн, аяғында 3 күн ауыз бекіту дұрыс емес. Ораза айын ауру яки жолаушылық себептерден тыс бұлай бөле жарып ұстауға болмайды. Келесі. Намаз оқымайтын адамның ораза ұстауына бола ма? Ораза жеке дара құлшылық. Намаз оқымаған адам да ұстай алады. Намаз оқымайтын кісі ораза арқылы дінге бір табан жақындап, келер жылдары намазға жығылуы әбден мүмкін. Ораза ұстаған кісіге оразаң қабыл болсын деп демеу беріп, мұсылманшылыққа даналықпен шақыру саналы әрбір мұсылманның міндеті. Ораза ұстау үшін намаз оқу міндетті шарт емес. Сондықтан намаз оқымайтын адамның оразасы да қабыл болмайды деу қате сенім. Келесі. Ауыз берік кезде бала емізуге бола ма? Ауыз берік кезде бала емізу оразаны бұзбайды. Әрі оразасына еш зияны жоқ. Рамазан айында емізу оразаны бұзбайды. Емізулі баласы бар және жүкті әйелге ораза тұтпауға рұқсат етілген. Бұл омыраудағы баласына немесе іштегі балаға оразаның залалы тиеді деп қауіптенген жанға қатысты. Ал ауыз бекітсе де сәбиі тоярлықтай сүті азаймайтын ана ораза ұстауы тиіс. Алда жалда сүті сарқылып, сәбиге зияны тиіп жатса, немесе өзі сырқаттанып, ауыз бекітуі қиындаса, ораза ұстамауына рұқсат. Бірақ Рамазаннан кейін жіберіп алған оразасының қазасын өтейді. Келесі. Оразада спортпен айналысуға бола ма? Ораза ұстап жүріп спортпен шұғылданудың еш күнәсі жоқ. Бұл оразаны бұзбайды. Дегенмен, жай күндердегіден гөрі жаттығулар тізбегін азайтып, уақытын қысқартқаны абзал. Мысалы, 45 минуттан асырмаған жөн. Аузы берік адамға қажет күш пен бойдағы сұйықтықтың тер арқылы шығып, сарқылмауын қадағалаған болады. Жаттығу уақытын да дұрыс таңдаған жөн. Ауыз ашардан жарты не 1 сағат бұрын, ауыз ашқаннан кейін 2-3 сағаттан соң. Келесі. Ораза кезінде абайсызда су жұтып қойған адам не істейді? Рамазан айында ауыз бекіткен адам абайсызда немесе әдейі оразасын бұзса, сол күнгі оразасын соңына дейін ұстауы керек. Абайсызда дегеніміз, мысалы, дәрет алып жатып байқамай су жұтып қойса, таң атпады екен деп сәресін жеуді тоқтатпаса.
Ал әдейі дегеніміз ораза екенін біле тұра, әдейі су ішу не тағам жеу, я болмаса біле тұра жыныстық қатынасқа түсу және тағы басқалары. Келесі, тіс арасындағы тамақ қалдықтарын жұту оразаны бұза ма? Тіс арасындағы тамақ қалдығы бұршақтың көлеміндей не одан үлкен болса, оны жұтқан жағдайда ораза бұзылады. Қаза керек, бірақ каффарат қажет етпейді. Бұршақтан кішкенелері жұтылса, ораза бұзылмайды. Алайда мұндай кішкене қалдықтарды ауыздан шығарып, қайта жұтса, ораза бұзылады. Ораза қазасын ұстау керек. Келесі, аузы берік кісі талып қалса, оразасы бұзыла ма? Оразаға ниет етіп, ауыз бекіткен кісі талып қалса, және есін жию үшін ештеңе ішпесе, оразасы бұзылмайды. Бұл күннің қазасын өтеу парыз емес. Есін жинау мақсатында су ішкен жағдайда, сол күннің қазасын өтеу керек. Есінен тануы көпке созылса, айыққан соң кейінгі күндердің қазасын өтейді. Тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдырсаңыздар болады.